Күл өнердің көмбесіндей қарашы, ұлт рухы ұйыған жер шамасы. Мына қала ән әлемін тербеткен Бәйтереков Сейдолланың қаласы. Сен сынарсың, сені қалай сынаймын? Ұлы күш пен нұр түскен Құдайдың театрды тік тұрғызып сынаған сен шаһары һәм Әшірбек Сығайдың. Кентауым, мәуелі гүлбағым. Қызмет қылсаң халқыңа, игіз қалар артыңда деп қазақтың кемеңгер ақыны Сәбит Дөнентаев айтып өткендей, бүгінгі кездесуіміз республикамызға аты танылып жүрген жастарымыздың бірі, өнер жанашыры Шәмші Қалдаяқов атындағы Мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі Мыңбай Бақыт Өсербайұлымен болмақ. Өнер жолы ауыр жол демекші, неліктен өнер жолын таңдадыңыз? Әрине, бұл өнер деген үлкен мұхит деуге болады. Өнер жолына келудің өзде бір өзгеше бір әлем болды. Мен өнерді таңдамас бұрын балалық шақта өзім дәрігер боламын. Я болмаса ішкі істер қызметкері боламын деп жүретінмін. Бірақ өзімнің осы аталарымнан, апаларымнан, әкемнен, анамнан келген дарын болу керек, қасиет болу керек. Сондықтан осы өнер жолына келіп тоқтадым. Өзім осы Байлар ауылында туып өсіп сол жақты бітіргеннен кейін өнер жолын үлкен жоғары оқу орнына, қазіргі Түркістан облысы, Түркістан қаласындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Қожа Ахмет Яссауи атындағы спорт және өнер факультетіне түстім. Ол жерде актерлық өнер мамандығын бітіріп шықтым 2014 жылы. 2014 жылдан бері осы Кентау қаласына өзіміздің қаламыздың мәдениетін дамыту мақсатында, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, насихаттау мақсатында, осы ұлттық өнерімізге, төл өнерімізге үлес қосу мақсатында өзім осы туған жерім Кентау қаласына жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда осы жұмысты атқарып келе жатырмын. Әрине бірден көркемдік жетекші мамандығына келіп орналасқан жоқпын. Қызметкер болып кірдім, үйірме жетекшісі болып жұмыс жасадым, кружоктармен айналыстым. Содан кейін өзімнің жұмысымды, ісімді көрсетіп, араға 3 жыл салғаннан кейін барып, 2017 жылы маусым айынан бастап көркемдік жетекші қызметін атқарудамын. Бақыт мырза, сахна әлеміне алғаш ажарыңыз танылып, сахна әлемінің иісін сезген сәттеріңізді еске түсірсеңіз? Әрине, еске түсіретін сәттер көп. Бұл кезеңде менің өзімнің сахна әлеміндегі, өзімнің өмірімдегі 3 кезеңге бөлем. Біріншісі осы өнерге құштарлығым артқан кез, мектеп жасындағы балалық шақтағы кезең. Бұл жерде де біз осындай қоғамдық жұмыстарға, түрлі қалалық, ауылда өткен түрлі өнер сайыстарына қатысып, алғаш сахнаның иісін сезіп, алғаш жеңіске жетіп, қуанышқа бөленіп жатқан кез болатын. Мен үшін мектептегі кезең, одан кейін студенттік шақтағы кезең. Әрине, студенттік шақтағы бұл ең қызықта бір өте керемет кезең болып табылады. Себебі біз нағыз өнер жолына сол жерде бапталып, сол жерден ұшатын боламыз. Ол жерде біздің үлкен ұстаздарымыз тәлім-тәрбие берді. Сол сахна әлеміне деген сіздер қазір өздеріңіз көріп отырған менің артымдағы Райымбек Сейтметов. Әрине, бұл кісі маған ұстаздық етпесе де, мен бұл кісіні рухани ұстаз ретінде қабылдаймын. Кәрімбек Сейтметов деген ағайымыз болды. Айтгүл Сейтметова деген апайларымыз болды. Ұлбосын Күлетова деген, Асылзат деген, Салтанат деген апайларымыз болды. Арман Жұмашев деген ағайларымыз болды. Соның барлығының осы бойыма тартқан берген білім, ілімінің арқасында студенттік шақта үлкен сахналарға бет алдық. Әрине, бізде студенттік
кезеңде МКТУ-дың сахнасында болмаса жаңағы облыстық республикалық байқауларға қатысып жатқан кезеңдер болды. Енді бір тамаша бір кезеңі студенттік шақтарымыз Алматыға Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына студенттердің республикалық фестиваліне қатысамыз. Сол жаққа бардық. Сол жақта үлкен Жүргеновтің кіші сахнасы болса да, енді ол жерге шығу, ол жердегі кәдімгі кино әлемінде жүрген үлкен халықаралық дәрежеде, Қазақстанның дәрежесінде жүрген үлкен халық әртістері бар. Солардың алдында өнер көрсету деген зор абырой деп білемін, және солардың көңілінен шығу үшін көптеген сахналарда ойнап шықтық. Сол бір сәттер естен кетпейді. Әрине студенттік кезең осы бір үлкен сахна әлеміне бет алған кезең. Ол жерде біз енді Еркін Уахитовтың «Құдалар» деген комедиясымен және Тахауи Ахтановтың «Күшік күйеу» пьесасымен барған болатынбыз. Екі рөлде де, басты рөлде ойнадым. Қызықты сәттері де бар. Сахна әлеміне енді алғаш үлкен кісілердің алдына шығу, өзінің өнеріңді көрсету, театр, кино әлемінің арасына кіру, ол жердегі толып жатқан режиссерлардың арасында қызықтарды көру, олардың ойын білу деген бір адамға басқаша бір сезім ұялатады. Қызықты жағдай болған. «Құдалар» комедиясын ойнап жатырмыз. Мен енді өзім «Құдалар» комедиясында Момын деген кісінің рөлін ойнадым. Үлкен кісі, шал кісінің. Енді ол жерде Сақал Мұрт деген жалғаймыз. Сахнада жүріп, жаңағы Момынның бірге ойнап жүрген Әбсәлем деген құрдасы болып, сонымен алысып жүріп, мұртын жартылай ашылып, ана жерде соны жасырумен әлек болып біткенше, енді ол жерде үзінді қоямыз, енді спектакль толығымен қоймаймыз ба. Сол жағынан жаңағы мұртымыз ашылып биліп жатса, мен оң жағымен ойнап, әйтеуір бір алып шыққан кезеңдеріміз болған. Сахна әлеміне алғаш шығып, сондай үлкен сахналардан көрініп жатқан кезеңдеріміз. Әрине, одан кейін де сол жердегі ағалардың, сол жердегі әріптестердің, сол жердегі апай ұстаздардың жылы-жылы жақсы тілектерін, ниеттерін естіп, одан сайын менің мынау өнерге деген махаббатымды, сезімімді аша түсті. Ары қарай дами беруіме үлкен жол ашты десем де болады. Ал енді үшінші кезең бар. Ол енді ол үшінші кезең сол ілімді, білімді де жинап, бойыма жинап, сол ұстаздардың берген тәлім-тәрбиесімен 2014 жылы осы мәдениет саласына келіп жұмысқа орналастым. Бұл жерге орналасқанда да әрине біз енді театр, драма және кино актер мамандығын, актерлік өнер мамандығын бітіргеннен кейін бұл жерге келгенде де бір үлкен сахнаны сағынып отырасың, шыққың келіп отырады. Енді әлемнің жұлдызы бар ғой, Майкл Джексон деген. Сахна менің үйім деуге де болады дейді. Егер сахнадан түсіп кетсем, менің де көңіл-күйім түсіп кетеді деп. Сол демекші, бұл жерге келгеннен кейін де халықтың алдына шығып өнер көрсету, халықтың алдына шығып ұлттық өнерді дәріптеу, насихаттау, бұл зор мәртебе, қуаныш. Үлкен сахнаға одан сайын бет алдық. Осындай бір үш кезеңдерге бөлемін өзім. Мырза, енді әңгімеміз өнер жайында болып жатқандықтан, бізде сіздің өнеріңізді тамашалағымыз келеді. Өзіңізге белгілі, биыл Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы, сол Мұқағалидың шығармашылығынан бір жақсы шығарма оқып берсеңіз, я болмаса ән айтып берсеңіз. Әрине, керемет ұсыныс. Бұл кезекте енді Ақиық Мұқағали ақын ағамыздың көптеген өлеңдерін жаттап өстік, көптеген байқауларына қатыстық. Биыл Ақиық ақынның 90 жылдығы. Енді осы орайда енді әр өлеңнің бір басын білеміз, кейде былай ұмытып қаламыз. Енді сол себепті де сіздерге бір өмір деген өлеңін оқып берейін. Одан кейін кезекті әнге беретін боламыз. Дүниенің ағында қарасында мыңқ етпейсің, қабылдап аласың. Қарасымен шамам жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында желігесің, түсесің қарасуға. Құйып қойған қаңбақтай аласыра,
ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоқ оған аласында. Мені тастап толқындар ағасың ба, толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйынмаған ей өмір, сыйынмаған, сыйыңдалам мен сенің бұйырмаған деген осындай бір тамаша өлең бар. Әрине енді біздің Қазақстанның эстрада жұлдыздары болсын, кез келген танымал әншілеріміз орындап жүрген ақынның сөзіне жазылған көптеген әндер бар. Енді мен сіздер ақыры осы бір сұхбатты ұйымдастырғаннан кейін, менің бір жаңа енді студенттік шақты көп қозғағаннан кейін, сол студенттік шақтағы енді қыздар, балдар болып жиылып айтып отыратын бір ән еске түсті. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің жүзің көкте гүлден, жерде гүлден нәр алған, шашың сенің жанбаспаған жапандағы қар орман. Сенің жүзің көкте гүлден, жерде гүлден нәр алған, шашың сенің жанбаспаған жапандағы қар орман. Қас кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара, үлбіреген жүзің сенің ақ жібектей мақтама. Әсемпазың әп-әдемі, мүсініңе шақтана, шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана. Әсемпазың әп-әдемі, мүсініңе шақтана, шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана. Бақыт мырза, сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Сондай-ақ қазіргі жастар жалпы ұстаным деген ұғымды түсіне ме? Сол жайында айтып өтсеңіз. Әрине менің өзімнің өмірлік ұстанымдарым бар. Алдыма қойған мақсатта сол ұстаным арқылы өзіме рух күш беру арқылы талпынамын. Мынау енді бір қазақта бір тамаша сөз бар ғой. Жүзігің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын дейді. Әрине бұл бір ғана сөздің астарына үңілетін болсақ, қаншама қазақтың терең мағыналы сөздер сыйып кетеді. Оның ішінде адамгершілік бар, оның ішіндегі мынау жарқын болашаққа ерер біздің мұрамыз, және де бізге алдыңғы буын ағаларымыздың қалдырып жатқан мұрасы қандай, соларды аманаттар алып қалып бізде кейінгі ұрпаққа аманат етіп табыстау деген сияқты. Енді ұлы хакім Абай атамыз айтады, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Біз енді өзіміздің саламыздың маманы болғаннан кейін осы ұлттық құндылығымызды, мәдениетімізді, қазақтың салт дәстүрін өскелең ұрпаққа, жастардың санасына сіңіру, оларға насихаттау, патриоттық сезімдерін ояту, рухтарын көтеру деген сияқты жұмыстар жасалынады. Әрбір маман иесі, әрбір жас өзінің алдына ұстаным қойып, мақсат қойып, арман қойып, соған талпына білу керек деймін. Әрине бұл мақсатқа жету үшін түрлі қиындықтар кездеседі, еңбек ету керек. Төккен термен еткен еңбектің арқасында оған жетуге болады. Әрине біз де сол мақсатымызға талпынып жұмыс жасап келеміз. Енді қазіргі жастардың бойында ұстаным бар ма дегенге келетін болсақ, әрине бізде бір
сөз бар, батыстан келген кейбір жеңіл нәрселерді тез қабылдаймыз. Ол да бір негізінде қазақ балдарының, жалпы біз жастардың қабілеттілігі деп білемін. Кез келген нәрсені ойына сіңіріп, кез келген нәрсені игеріп кете алады. Бірақ сол нәрсені біз жақсы жағына жұмсауымыз керек. Оқуға, білімге және де басқа да адамгершілік істерге жұмсауымыз керек. Және де өзіміздің алдымызға қойған мақсатқа жету үшін де сол жолда аянбай еңбек етіп әрекет жасау керектігін көрсетіп береді. Қазіргі жастардың бойында әрине ұстаным бар. Енді заманына қарай адамы дейді. Әрбір жас қазіргі заман талабына сай техника болсын, әлеуметтік желі болсын, әрбір саланы меңгеріп келеді. Бірақ соның барлығын біз дұрыс жағына қарай бағыттай білетін болсақ, әр жас өзіне байланысты дұрыс жағына бағыттай білетін болса, ол ертең үлкен жетістіктерге жетіп, маман иесі атанып, өзінің еліне, туған жеріне, тіліне, дініне, салт дәстүріне, ұлттық құндылығына өзіндік үлесін қосылады деп. Жалпы біздің мәдениет саласында көптеген үйірме жұмыстары бар. Би үйірмесі, және де ән үйірмесі, домбыра үйірмесі, дәстүрлі ән үйірмесі, сонымен қатар драма үйірмелері жұмыс жасайды бізде. Әрқайсысына, әр үйірмеге осы қаламыздың өнерлі өскелең жас ұрпақтар келіп қатысуда. Әрине әрбір жетекшінің бірінші қояр талабы, бірінші үйрететін өздерінің кіріспелері ол адамды мәдениеттілікке үйрету. Яғни көрермен мәдениеті болсын, сахна мәдениеті болсын, сөйлеу мәдениеті болсын, барлығына осы өзінің алған кіріспе сабақтарымен жұмыс жасайды. Одан кейін барып, осы бір ұшқындарды байқағаннан кейін барып, өздерінің кәдімгі мамандықтарына сай өздерінің үйірме жұмыстарын жүргізеді. Әрине бізде келіп жатқан көптеген өнерлі жастар бар, әлі де, бірақ келуде дегенмен қазір біз елімізде ғана емес, әлемде болып жатқан қиыншылық кезең, карантин уақыты бастан өткеріп жатыр. Бізде көптеген оқушылармен қауышымыз келеді, бізде сахнаға шығып, бізде халықпен қауышымыз келеді. Бірақ бір әттеген ай болып тұр. Бірақ дегенмен де алдағы уақытта Құдай қаласа бізде халықпен және көптеген осы үйірмеге қатысушы оқушылармен қауышып, дәл сол мақсаттағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырып, жастарды өнерге, патриоттық сезімге баулу мақсатында және де осы ұлттық құндылықтарымызды ары қарай дәріптеуге, насихаттауға жасайтын жұмыстарымыз жүргізіледі. Өткен жылы біз ұлы хакім Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойын үлкен көлемде атап өттік, мемлекеттік деңгейде аталды. Біздің қаламызда кенде болған жоқ, Абай атамызға арнап үлкен ескерткіштер ашылды. Сонымен қатар біздің мәдениет саласы да Абай атамыздың атында көркем сөз оқу шеберлерінің байқауын және Абай әндерінен көптеген қалалық, ауданаралық және аймақаралық байқаулар өткізді, көптеген шаралар өткіздік, қойылымдарын қойдық. Енді былтыр өткен хакім Абайдың осындай кереметтей құндылығы бітіп қалмайды, әрмен қарай да насихат жұмыстары жалғаса береді. Енді мінекей осы хакім Абай атамыздың желсіз түнде жарық ай деген ән орындап берейін. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сан, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың маңы терең сан,
жолдосы жолауға алмаққа келмепті едім жолдосы Бақыт мырза, керемет сұхбат болды. Енді сұхбатымыздың соңында біздің Дарын мектеп-интернат оқушыларына өзіңіз бір жақсы тілек айтсаңыз деп едік. Әрине, Дарын мектебі біздің Кентау қаласының ғана емес, облыстың тіпті республиканың атын халықаралық деңгейде шығарып жүрген үлкен білім орталығы. Оны біз білім мекемелерінен де, әлеуметтік желілерден де жетістікке жетіп жатқан толағай табыстарын көзбен көріп жүреміз. Және де осы карантиннің алдында біз осы Дарын мектебінің оқушыларымен және сол жақтағы ұстаздармен етене жұмыс тығыз байланыс жасайтын тұғымыз. Енді алдағы уақытта да солай жұмыс жасай береміз. Дегі тәлім алушы оқушыларға, ондағы білім алушы жас өнерпаздарға, оқушыларға тілерім алдыға қойған мақсаттары, армандары орындала берсін. Еліне, жеріне үлес қосатын үлкен азамат пен азаматша болып өсе берсін деп. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне айтулы 30 жыл. Бұл мемлекеттік үлкен деңгейде тойланатын атаулы мереке. Сонымен қатар мінеки бүгінгі тақырыбымызға арқау болған Ақиық ақынның 90 жылдығы және де қазақтан шыққан ұлы тұлғаларды дәріптеуде Дарын мектебінің үлесі зор. Әрмен қарай да осы жұмысты жалғастырып, алдағы уақытта да биік шыңдарды бағындырып, үлкен белестерді бағындырып, биік тұғырлардан көріне берсін деймін. Барлығына сәттілік тілеймін, армандарына жете берсін. Қазағым жаса мәңгілік, ерліктің отын жандырып, бабадан қалған байтақ ел шырқайын сені ән қылып. Ұлы елмін, жалғасы ғұн сақтардың, хан көтерген ұлығын, бабамның байтақ мұрасы тереңде жатыр тұнығым. Асан қайғы желдірткен, жел маясын күлігін, сыпыра мен қас туған Доспанбеттің жырымын. Ұштасқан ғылым білімім, даламдай дархан ірімін, намысын қолдан бермеген, мен қазақтың ұлымын. Ұлы елмін, әз Жәнібектің туымын, Керей хан менің тұғырым, еңселі байрақ көтеріп арнаған елге ғұмырын. Төбебейім Төлебей, Әйтеке Қазыбек Төребей, Ұлабайдан нәр алған, әнді сүйсең менше сүй. Қазақпын мен тұранмын, алаш рухты ұранмын, отырар деп шайқасқан, қайыр қандай қыранмын. Ұлы елмін, Абылаймын, тақтамын, жерімді байтақ сақтадым, Қабанбай мен Бөгенбай, Наурызбайым мақтаным. Есетпенен Бөкенбай, Бердіқожа Атпалым, Кенесарымын кимеген, отаршыл салған ноқтана. Бұхар жыраудың үнімен қазақтың жоғын жоқтадым, Махамбетпен Марғасқа садаққа шындық оқтадым. Ұлы елмін, Сүйінбаймын, Сүлеймін, киелі өнер дарыған, Бауыржандай батырмын, төрткүл дүние таныған. Мұқағалимын Ақиық, сезімнің шоғы қарған, Әл-Фарабимін ілімнің тарихы боп жазылған. Мұстафамен жақынмын, түркіні түгел қолдаған, Тәшеновтей асылмын, елімнің шебін қорғаған. Ұлы елмін,
Нұрғиса мен шәмшінің тербеген сазды сарына, қайратымның жігерін желтоқсан келіп жаныда. Ерліктің туын көтеріп, жалын атқан бекзатпын, бағындырған ғарышта тоқтар айдын талғатпын. Есім, қасым, әз тәуке, өсиет еткен мәнді қып, ұлы далам өркендеп, қазағым жаса мәңгілік. Қазағым